Жантүршігерлік оқиға. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апатынан ер адам бөлшектеніп қалған. УАА айрығына жақын жерде жаяу жүргіншіні автокөлік қағып кетті деп хабарлайды Тенгриньюс тілшісі. 6 шілде күні сағат 22:50 шамасында Алматы-Талғар тас жолымен батыс бағытта келе жатқан Lexus көлігінің 22 жастағы жүргізушісі 21 шақырымда жаяу жүргіншіні қағып кеткен. 68 жастағы жаяу жүргінші оқиға орнында көз жұмды. Қылмыстық кодекстің 345 бабының 3 бөлігі бойынша ішкі істер органдарына тіркелді. Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеуге бағытталған сараптамалар тағайындалып, барлық қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр, деді Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.